қонақта Қазақстан Республикасының халық әртісі Құдайберген Сұлтанбаев. Құдайберген аға, сіз қазақтың ырымдарына көзқарасыңыз қалай? Ырымға сенбейтін адамды мен өзі кездестірген жоқпын ғой деймін. Қазір соңғы кезде тіпті ырымшыл болып алдық. Ал ырым туралы қазіргі көретіндеріңіз менің оқитын монологымның іші толы ырымдар. Ырым демекші, біздің ауылда ырымға ат қоя береді. Вашингтон деген ағамыз бар. Тіліміз келмеген егені пішен деп кеткенбіз. Бізде бюллетень деген ағамыз бар. Шешеміз жаңағы сайлау күні бюллетеньді жәшікке салайын деп жатқанда босам қалды. Магнит, герой, ноябрь, октябрь, олар аттар көп екі баста. Пистолет деген ағамыз бар. Аты пистолет, фамилиясы Кенжалин. Қош айтыр, осы ырымға аты, сол менің бір досым бар еді, Ошақбай деген аты. Шешеміз сол Ошақтың жанында босанып қалған ғой. Ошақбай. Махаббаттың тұмсығына біріп 40-қа келгенше үйленбеймін деп жүрген сол. Сол бір күні қыз алып қашып келіп, бәрімізді шалқамыздан түсірген. Тойдыманмен біраз жүріп алдық, көп ұзамай жаңағы түскен келініміздің артынан жеңгесін жазған қатын алдық қой. Жылумен толық қаруланбаған біздер келіннің төркіні қайда деп тартып кеттік қой. Біздерде көп адам қарсы алып, күйеу баладан өзгеміз төрге шықтық. Жаңағы Ошақбайда өзінің взностарын төлеп үйге кірген бояды. Бір Айшылу деп таныстырған қап-қара қайыстай қара келіншек. Ой, құдалар! Мынау қазақтың ырым-жырымдары бар, жөн-жыралықсы бар, енді соны бастайық. Деген кезде бір кемпір алдымызға келіпті, қалтаң әдіп, көзі құдалақты. Қарсы құлаған. Екі шаттағанша болсын жүріп ақ кеткен. Ажал айтып келген ба? Ойбай, кемпір өлді деп құдалар жағы шулап кетті. Біз де тұрмыз сүмірейміз, жолымыз ауыр болды қойды. Ошақбайда тұр енді жылағансып. Ені деген ет бауыр емес па? Бауыр басып қап дейтін боласы. Содан жаңа қара келіншек айттық, о құдалар, бұл кемпіріміз кемпір өлді дейтін жаңаша дәстүріміз. Ақшасын төлесеңіздер, кемпіріміз тіріледі дейді. Ойбай, төлейміз де шуласып. Сөйтсек кемпірдің құны 500 сом екен. Ақшасын төлеуіміз мүмкін, әлі кемпіріміз қисаң-қисаңып тұрып жатыр. Өлген адамның ақшаға тірілген бірінші рет көреді. Үйге кіріп шай ішіп отыра бермеді, бір кезде бір тоқты көтеріп, бір дәу жөткір, бата қылдық. Содан әрі қарай шайымыз жалғастырып іше берген кезде бір топ жігіттер сау етіп кіріп келіпті, аяғымыздан дырдатып ала жөнелсін. Маған бір есер соғытап болар ма? Табалдырыққа дейін сүйреді ғой мені. Арқам даладай қан болды. Оған қарап жатқан ол жоқ, оған қарап жатқан біз жоқ, ақшасын төлеп жатырмыз. Бас ұстаған кісі бастың, киім ұстаған кісі киімнің, кемпірдің ақшасы, әйтеуір бәрі төлеп біттік. Ертеңіне жаңа су жықпастың үй шақырды, келіншекті. Бардық, барсақ бір кемпір бар екен. Бір байы бар екен өзі. Шай іштік. Шай ішіп отырған кезде ана кемпіріміз ыңыранып бір сөйлейін деп еді. Кешіріңіздер, бұл кемпірдің есі кемістеді. Ал енді күйеу бала төске ақша салу қазақтың енді ырымдары ғой енді. Өзің білесің ғой деген кезде жаңа кемпіріміз айтты. Қазақтың дәстүрінен садаға кетіңдер түге. Мына қу өңештің құлы болған сендердің дәстүрлерінде деп әрі қарап аунап түскен. Кешіріңіздер құдалар, бұл кісінің есі кеміс деп айттым ғой десіп еді. Біз айтапырма есі кеміс болса да сөзі сау адамның сөзіне бергісіз екен дестік. Ертеңіне қайтатын бол, тағы да бір 5-6 жігіттер қоршап алды. О, құданың жолын бермейсіңдер ме? Құданың жолын бермейсің бе? Неменесі береді? Қалтамыз кеше тазарған.
Қарасам, бір сомдық күміс қалған екен. Дядя Володя, Лениннің суреті салған. Соны жаңағы келіншектің қолына ұстата салып ем, ана қолы күйгендей баш ете қалды. Ойбай, ойбай, кіммен құда болғанбыз, ойбай, жармаған елмен құда болғанбыз ба, ойбай, ертең төсегін алып барғанда жатпасыңдар, ойбай, ойбай, ойбай. Қош, бұл ауылда болған 3 күн 3 жылдай созылды. Тек аман есен 12 мүшеміз сау қайтқанда қатты болады.